1993 жылы қарашада Қазақстанда жаңа валюта теңге пайда болды. Бастапқы айырбас бағамы $1 үшін шамамен 20 теңгені құрады. Алайда бүгінде бұл сома тіпті 25 центке жетпейді. Теңге Кеңес одағы ыдырап, рубль ауыстырылғаннан кейін енгізілді. Бастапқыда теңге 500 рубльге 1 теңге бағамымен айырбасталды. Алайда инфляцияға және долларға бағамның төмендеуіне байланысты қағаз тиындар 1995 жылға қарай айналымнан шығарылды. 1994 жыл ел тарихындағы теңгенің құнсыздануы тұрғысынан маңызды жыл болды. 2003 жылдан 2008 жылға дейін теңге нығайып, бағам тұрақтанды, бірақ кейін 2009 жылы валютаның құнсыздануы орын алды. Одан әрі саяси және экономикалық оқиғаларды қоса алғанда, түрлі факторларға байланысты теңгенің нығаюы мен әлсіреуінің жаңа толқындары жалғасты. Бүгінгі таңда доллар 468-470 теңге шегінде саудаланады.